ұшаққа мінер кезде мәз болып бүкіл әшекей бұйымдарыңызды тағып алмаңыздар. Себебі бұл сіз үшін қауіпті болуы мүмкін. Мынау жаңалықты естіген шығарсыздар. Алматыдан Астанаға Эйр Астана ұшағы ұшып бара жатып, Балқаштың үстінде апатты жағдаймен кері бұрылып Алматыға қайта қонған екен. Және де сол қонардың алдында стюардессалар бүкіл жолаушыларға ескертіпті, әшекей бұйымдарыңызды шешіп қойыңыздар деп. Кезінде Таразға кіріп келатқанда әшекейлеріңді тастап кетіңдер деп айтушы еді. Сол сияқты мына жерде де айтқан екен да. Неге деп ойлайсыздар? 1, 2, 3, 4, 5. Себебі ол сіздің қауіпсіздігіңіз үшін. Мысалы, мынандай жағдай болуы мүмкін. Ауыр соққы тиген кезде, анау қолдағы, мысалы, металл ғой ол да, иә, сізге зақымдануы мүмкін, қатты сізді зақымдауы мүмкін. Біріншіден, екіншіден бір аяқ қолдарыңыз ісіп кетсе, ол шығуы қайттан қиын болуы мүмкін. Үшіншіден, бір өрт шыққан жағдайда ол сізді қаттырақ күйдіруі мүмкін. Төртіншіден, мысалы, ұзын сырға, алқа болған кезде шығып тез эвакуация жасап жатқан кезде бір жерге ілініп, өзіңізге де өзгелерге де бір кедергі зиян жасауыңыз мүмкін. Және де кейін шыққаннан кейін де медиктар көмектескен кезде, мысалы, бір жеріңізді таңуы мүмкін, орауы мүмкін, рентген деген сияқты кезде оның барлығы кедергісін жасайды екен. Сондықтан да дұға тілеп жүріңіздер, және де ұшаққа мінетін кезде көп әшекей бұйымды тақпаңыздар.